Күлкісі жарқын үйге бақ қонады. Ақмақтығыңды өзің ұғып түсінсең, ақылды болғаның, ал өзіңді ақылдымын деп сенсең, нағыз ақмақсың. Бағың жанып, тасың өрге домаласа, арзанқол достар мен нағыз дұшпандарың көбейеді. Арман жастада, кәріде болады. Адамның ой арманы ешқашан таусылмайды. Оны орындауға жолың таусылады. Өзіңді сыйлайтын жерге қайта-қайта жылдыңдап бара берме, қадірің кетеді. Адам ешкімге сенбей, бәріне күдіктеніп, айналасындағыларды ылғи алдамшы, қу, нашар адамдар деп ойлап жүрсе, тура сондай сұмырайлар кездесе береді. Қасыңа топталып жинала береді. Алатын кезде алға созып, беретін кезде артта бұғып қалатын, алғаны мен бергенін жіпке тізіп санайтын адамнан аулақ жүр. Ондай адамнан құтылудың өзі үлкен олжа. Біреудің жақсылығын да ренжіткеніндей ұзақ ұмытпа. Тойласаң бәрі келеді, қайғырсаң жақының ғана келеді. Ерлі сайыптыларға күйеуі және әйелі болу ғана аздық етеді. Кейін жан-жақтан іздемес үшін олар бір-біріне дос әрі көңілдес те болуы керек. Сұрасаң бір минут ұяласың, сұрамасаң өмір бойы ұятқа қалып жүресің. Егін піссе басын төмен түсіреді, адам байыса басын жоғары көтереді. 3 жаста жанның қандай болса, 100 жаста да сол күйі болады. Күліп тұрған адамға ешкім тапанша тақай алмайды. Жеңіс қарсыласына қарағанда 1,5 сағатқа шыдай алатын адам ғана бұйырады. Қолыңнан келгеннің бәрін жаса, ал қалғанын тағдырдың еншісіне қалдыр. Кетем дегенді ұстама, келем дегенді қума. Тәжірибе деген адам өзінің жіберген қателіктерін айтатын сөз. Шашыңызға ақ түссе, даналықтан емес, қартайғаныңыздың белгісі. Баласы жоқ адамдар балаларды жақсы тәрбиелейді. Текенің алдыңғы жағынан, аттың артқы жағынан, ақмақтың жан жағынан қорқу керек. Барлық адам ақшаның жоқтығына шағымданады, ал ақылдың аздығы туралы сөз қозғамайды. Шаруаның жоқтығы ұлы істерге жетелейді. Әлем адамның көптігінен емес, жоқтығынан құриды. Жақсы сөйлегеннен үндемей қалу қиын. Егер әйелдер аз сөйлесе, еркектер көп нәрсе тындырар еді. Ата-аналар балаларын сөйлетіп үйретсе, балалары сөйлемеуге үйретеді. Алыстан барлық адам жаман емес. Білім көп жеріңізді алмайды. Адам тым болмаса әуесқойлық үшін өмір сүруі қажет. Тәтті болсаңыз сізді жеп қояды, ащы болсаңыз түкіріп тастайды. Қонақ пен балықтың 3 күннен кейін иісі шыға бастайды. Құдай адамға көп тыңдасын деп 2 құлақ, аз сөйлесін деп 1 ауыз берді. Егер мәселені ақшамен шешсеңіз, ол мәселе емес, ол шығын. Арнама жазылып, қазақша каналдың дамуына үлесіңізді қоссаңыз қуанып қаламын. Жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарийға өз пікіріңізді қалдырып өтіңіз.